Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік ақындардың бірі де бірегейі Ілияс Жансүгіров. Ақынның өнер тақырыбында қалам тартқан шығармаларының бірі «Құлагер» поэмасы ақан серінің өміріне арналады. Еркіндік пен бостандық, жүйріктік пен сұлулық, көре алмаушылықтың зардабы, міне, нағыз осы шығарманың айнасы болып табылады. Іштерінде Атой деген бір бүлікші бар. Соған құрығым жетпей арманда кетіп барам. Менің асымда лажын тауып сол сүмелектің көзін құрт. Ол үшін алталашқа жар салып, ас үстінде ұлан асыр бәйгі жаса. Кімнің аты бірінші боп озып келсе, соған Атойдың басын бәйгеге тік. Баласын көз көрмес құлақ естімес жер түбіне апарып таста, жат жерде тұқым тегін білмей өссін. Жауда аяған жаралы, бөлтірік ертең ер жеткен соң әкесі үшін кек алады. Осы айтқандарымды екі етпей орында. Сағынайдың қылышы кімнің қолында қалғанын жұрт білсін. Сағынайдың айтқан өсиеті осы. Мен бұл шығарманы оқығанда құдды бір сол хикаяға түсіп кеткендей болдым. Серінің атын асқақтатқан, ең әуелі жомарт табиғат тарту еткен сан қырлы талант болса, екіншісі ақан есімімен қатар аталатын Құлагер болатын. Құлагер ақан үшін жан досы, сырласы, мұңдасы, жол серік еді. Ақан астындағы атын бейне бір туған баласындай бөбектейді. Аламан бәйгенің алдын бермей даңқы бүкіл арқаға тараған Құлагер Сағынайдың астында қастандықпен өлтірілгенін білеміз. Осы бір қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Құлагердің басын құшақтап, Құлагер, әкең тұлпар, шешең сұңқар деп жоқтау айтады. Бұл жерде іштарлық, көре алмаушылық сияқты қасиеттердің сол заманның да басты жауап болғаны көзіміз жетеді. Құлагер поэмасы бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған, мұнда әділетсіздікке деген ақан серінің ашуы жатыр. Құлагердің жүйрік, нағыз сәйгүлік болуы көптің ішіне іштарлық құртын түсіргені белгілі. Сол замандағы әлеуметтік мәселені қозғайтын болсақ, таяқтың бір ұшы осыған келіп тиеді. Бұл тек сол заманның ғана емес, адамзат баласының тарихында әр кезде басты мәселе болатыны анық.